Құрметті достар, бүгін бізде қонақта мен әйелім Мөлдір ханым. Осыны әрекет жасасам, нақты қазір, әлі қазір. Сенің миыңда бір карта құрала бастады. Қысқаша айта кетейік. Иә, бірақ артында шындықты да айтатын блогтарға келе жатыр да. Өзіңізді қысқаша қазір өзіңізді қалай таныстырар едіңіз көпшілікке? Менің есімім Мөлдір деп па қайтадан. Жалпы мен қалай таныстырайын? Нөлден бастап таныстырайын. Енді қазір мысалы көшеде біреумен кездестіңіз, танысатын кезде өзіңізді қалай таныстырасыз қазіргі уақытта? Баршаңызға сәлем, менің есімім Мөлдір. Мен осы маркетинг саласымен айналысамын жалпы. 3 жыл болып қалды. Мен үшін орта тақырыптары өзекті болғандықтан, осы 1 жыл бұрын біз тұлға клубын ашқан болатынбыз. Қазіргі уақытта тұлға клубының негізін қалаушылардың біріміз, және де тұлға клубының әйелдер бөлімінің ұйымдастырушысымын. Және де өзімнің проекттарым бар. Instagram, SMM және де видео бойынша солармен айналысамын. Күшті, керемет. Рахмет. Енді келесі сұрақ. Кім екеніңізді айттыңыз, маркетологпын дедіңіз. Жалпы бұл салаға қалай келдіңіз? Жалпы бұл салаға мен кішкентай кезінен ондай табиғатқа сондай жаным тартатын да. Қолыма телефон түссе, солдайлар түсіріп кетесің, анандай айтады ғой. 18-20-ға дейін өзіңді, одан кейін табиғат түсіріп қиялдап кетеді екенсің деп. Мен бұрыннан қиялдайтынмын деп. Сөйтіп сол фото жағы маған қызық болды. Видео, фото, адамдар түсіру, табиғатты түсіру деген солай мен моделографияға келдім. Айта берейін. Айта? Живой болады. Біз кофейнеде отырмыз. Солай мен моделографияға келдім. Одан оны толықтыру үшін, өзімнің шегімді өшіру үшін SMM-ді оқып алдым, меңгеріп. Жалпы эстетпін. Жан-жақтан сұлулықты көргенді және соны сұлулықты басқа сезіндіргенді моменттерді ұстап алғанда өте жақсы көрем. Жалпы сол үшін осылай келдіңіз, Иә, солай осы жолға келдім. Осы моделографиямен айналысып жүріп, ортаның қадірін қатты түсіндім. Орта сенің өсуіңе қатты көмектеседі, чегіңді көтеруіңе де, үлкен проекттермен, керемет бір ірі компаниялармен де жұмыс жасауға өте қатты көмектейді маған ортаның. Сол үшін мен қазіргі уақытта тұлғаны басқа жастарға, адамдарға сол үшін көп ұсыныс жасаймын, рекомендация дейді, солай жасаймын. Супер, керемет. Енді бір белгілі бір жетістікке, бір мақсатқа жету үшін адамның бойында қандай қасиеттер болған дұрыс? Қай жағын дамыту керек, например, мен жас балам, 18 жасар деген, мысалы қай жағымды дамытуым керек, мысалы, чтобы тезірек жету үшін деген сияқты. Ең бірінші өзіңді зерттеу керек сияқты. Өзіңді зерттеп, себепсе өзіңді танымасаң, өзіңнің қолынан не келетініңді де білмейсің, қанша жерге бара алатыныңды да білмейсің. Өзіңді зерттеп таныған сайын, сен қолынан келетін заттарды түсіне бастайсың. Жаңағы алдағы мақсатыңа сенің миыңда бір карта құрала бастайды. Сен қасиеттеріңе байланысты. Сол арқылы арманыңа жетуге жеңіл бола түседі. Жақсы. Сіз маған қарап, мен әйелім жақсы адам сияқты деп отырсыз. Ойланып отыр, қандай сұрақ бар енді? Жалпы осыны әрекет жасасам, нақты қазір, әлі қазір. Сен, например, 1 жылдан кейін осындай немеге жетесің, точно деген сияқты, мысалы өзіңіз сенімді түрде айта алатындай бір 3 әрекет болса, мысалы мына әрекет деген сияқты. Маған миыма анау келіп тұрды. Сен бір ортада ең білімді адам болғанша, екінші бір ортаға барып, ең тупой болған жақсы деген сияқты. Сен өзіңнен мықты адамдардың ортасына барып қосылатын болсаң, сен ол адамдардың патологын көресің да, ондай адамдар ешқашанда біреуге завистьпен қарамайды, көре алмаушылықпен, қызғанушылықпен, олар керісінше қолдау жүреді. Сондай адамдарға барып қосылуды ұсынатын. Дамушы ортаны, андай қолдан, өйткені олар жаңағы адамның жолынан өткен. Сені олар сен қолыңнан келмейді, ондай деп айтпайды, керісінше саған қолдау
қолдау беріп андай қошеметтеп солай жоғарыға көтерілуіңе бір үлкен көмектеп чем андай ой сен қолымнан келмейді анау мынау деп өзімен қатарлас адамдармен жүргенше сондай адамдармен жүрген дұрыс деп ойлаймын. Жалпы маған өзіме сондай ұнайды да, өзіңді тупой сезінесің ғой бір адамдардың қасына барғанда, сол сезім қатты ұнайды. Керемет, күшті инсайт. Жазып қою керек екен. Енді біріншісі бекітке деген, біріншісі жетістікке жету үшін ең бірінші болу керек жасалатын әрекет ол өзінің мықты адамдардың ортасына түсу. Ең бір жасалатын әрекет. Екіншісі сол ортадағы адамдармен или болмаса бір білім иелерінен өзіңнің білмейтін заттарыңды сұрау ұялмай. Типа андай болады ғой, типа ой ұялып тұрмын ондай мындай деген сұрамай қалған адамнан жаңағы білмей тұрса сұрап бірінде ұят жоқ деген сияқты нәрсе ғой. Типа білмей тұрсың да сұрап ал, зато сен ертең тез дамуыңа көмектеседі деген сияқты. Білмеген затыңды сұрау, білім алу екінші сондай деп айтатын. Не? Сен білім аласың, жаңағыдай жаңа ортаға бардың, олармен таныстың, білім алдың, енді соның барлығын вау деп сен қорыту керексің да. Менің фильтр жасап, біреу саған керек ақпаратты айтады, біреу керек емес ақпаратты айтады. Соның барлығын қорытып, өзіңе не керек екенін анықтап, ары қарай, мысалы сіз Инстаграмыңыз жүргіңіз келсе, контент план жазып, или болмаса бір кәсіпті бастағыңыз келсе, анализ жасап, жаңағы ортадан сұрап, қай ниша жақсы атады деген сияқты да. Сол бойынша жұмыс жасап, басқа бір реттілікті миға түсінік беріп алса, ары қарай жақсы болады деген ойдамын. Жақсы. Өзіңіз қазір жасап жүрген бір лайфхактармен бөлісіп кетсеңіз, өзіңіздің өміріңізде қолданып жүрген сол заттармен, мысалы осы затсыз мысалы мен күнімді бастамаймын деген сияқты бір қағида. Ұйқымды қандырып алдым. Ең бірінші ұйқыңды қандыру керек. Ұйқы қанбаса онда болды ғой, ары қарай уже бытчиток кетеді. Ең біріншісі ұйқы да. Ұйқы. Одан соң тамақ, су, андай өмірлік қажеттіліктер бар ғой. Сол базовый нәрсе қажеттіліктер жабу. Ең бірінші. Су ішу, бір жеткілікті мөлшерде, андай кітап оқу деп күшейтпей ақ қояйын, соларды дұрыс істеп алсаң, ағзаның қажеттілігін жауып алсаң, ары қарай бола береді ғой. Ұйқы главный. Ұйқы, тамақ. Күшті. Негізі өте қарапайым нәрсе болғанмен, бұл нәрсеге мән бермегендіктен кейін біз ойлаймыз басқа нәрселердің причина іздеп кетеміз да. Мысалы көп жағдайда сол ғой. Мысалы қарның ашып тұрған сезбеуің мүмкін да. Ондай кездер болады, мысалы қатты жұмысқа беріліп кетесің, сен қарның тамақ ішуді ұмытып кетесің. Мен андай бір әдетім бар да, мен тамақ ішпей жүре берсем, онда менің настроением бытчит болады да, мен жан жағымдағыларға әсер етіп кетуі мүмкін. Оның сіз де көргенсіз десең. Тамақты уақытылы ішіп жүрсең, өзіңе де жақсы, энергияң да жақсы болып жүреді, көңіл-күйің де көтеріліп деген сияқты. Күш қуатың да арта бастайды. Сол үшін осы қарапайым әдеттерді ұсынатын. Ұйқы, тамақ, сосын тағы қандай? Су, сосын бар ма тағы? сосын витаминдерді айтатын. Әйел кісілерге, ер кісілерге де жалпы адамға да витаминдер керек қой. Мен өзім қатты жақсы көремін, мысалы, өзіме керекті витаминдерді алып қабылдағанда. Мысалы, андай, ол саған өзіңе қамқорлық жасаудың бір жолы да, и сен ананы қабылдап жасаған сайын, күнделікті ішкен сайын, өзіңе бір зат құнды адам ретінде қарай бастайсың. Сосын денсаулығыңа да жақсы көмегі тигізеді. Осыларды айтса ғой деген сияқты, мысалы қоймаған бір сұрақтар болады ғой. Мен мына сұрақты қойса, осыған былай жауап берер едім деген сияқты болады ғой. Мен мынандай зат айтқым келеді. Қазір 2025-тен бастап адамдар өмірді андай идеализировать ететін, идеальный өмірді көрсететін адамдардан жалығып бастады.
шынын айтканда да. И карапайым бирок шынайы андай идеальный өмүрүн көрсөтөт, бирок артындагы шындыкты да айтатын блогторго келе жатыр да. Сиздер блогдагы бирөөнүн өмүрүнө карап инстаграмдагы кызыкпаларын түсүрөм. Өйткөнү мисалы нече түрлүү блогерлар бар, олар күчтүү кылып сулай көрсөтөт да. Сүйтүп уну үйдө көрүп алып, әсіресе декреттеги аналар, жумуссуз кишилер, же болбосо студенттер, бирөө 19 жаштагы машина алып берип атыр, мындай дегенди көрүп алат да, сосын депрессияга кирип бастайт. Анан кийин состояние чыгат, анан кийин энергия чыгат, ал фокусуңуздун баардыгы сол жака кетет да. Фокус кай жакта болсо сол жак көбөйө берет. Инстаграмдагы ар кимдин өмүрү, ол да өзүнө идеальный кылып жасап алган өмүрү. Бирок онун артында да нече түрлүү кыйынчылыктар бар да. Карым катнашын күчтүү кылып көрсөтөт, бирок өмүрдө ұрсуп кала берет. Болмосо баласы ауырып жатат, бир нерсе оң көрсөтпөйт, адам ойлойт, менин гана өмүрүм осундай, билейин деген сыяктуу да. Сол үчүн айтат мен, типа, көрүнгөнгө кызыкпау. Сосын сөз этпөө, мазак кылмоо деген сыяктуу. Аслык сүйлөмөө дейт го. Типа алдын ала бир нерсени айтып алып, мен өзүмдө сондай эки ситуация болгон. Типа өмүрүм мындай болмойт деген сыяктуу. Сол экөөбүз көзүм. Именно сол болгон. Именно сол болду. Сол үчүн ондай заттар эсиңизге. Баарыбызда бар шығар. Ондай заттар эсиңизге. Ошо бөлүп кетейик. Сизде де дәл сондай окуйга болсо комментарийга жазып кетиңиздер. Мисалы менден мындай зат болгон, мен өмүрүмдө семейге бармайм вообще деп. Типа мага семей баардыгы полигон, ол жактын баары уулу, андай маска менен аба тазартатын, сондай маска менен сөйтүп жүрөтүн, коркунучтуу көрүнөт мага. Сөйтүп бармайм вообще, мындай деп айткам го. Ал дагы бир-эки кыз ошол жака серпин менен грантка түсөт. Сөйтүп мен сондай ойга келдим да, сөйтүп канча убакыт өтөт, арадан сизди кездестирем, сизден сүйлөшүп жүрөм да, сиздин семейден экениңизди билем. Дейм сосын. Ойланып да. Билейм, сөзү андай ойлойсуң, типа, вообще булай айтууга болбойт экен деп да. Бирок шүкүр сиз барсыз. Күчтүү. Эң да ашылып келаткан сыяктысыз деп. Багадан бери кичине напряженность не болду. Өткөн андай бир жоопкерчилик сезилетін сыяктуу. Айтып жаткан заттарыңа, сөздөрүңө баары бир энче дурус акбарат бермесең, шынайы болмасаң, сезилет го, эсип аткан, көрүп аткан адамга. Сол үчүн. Просто как она есть, мен бармын, солай айтууга тырышат. Жакында мындай куш нерсе эстедимчи. Адамдын энергетикасы, адамдын состояниясы, сол жайында кичине айта кетсек. Өйткөнү бул нерсе өтө ключевой нерселердин бири деп, өтө маанызды ар адамдын өмүрүндө. Мисалы, сен биринчи өзүнө жакшы көңүл күй, өзүнө жакшы бир ситуация жасайсың, и содан кийин сага жакшы нерселер келет деген сыяктуу. Мисалы, өзүнүн ден соолугуңду жаксарта баштайсың, өзүнүн убактына дурустап карайсың, тамагына дурустап карайсың, жетип сен өзүнүн энергияңды көтөрө баштайсың жайлап. И сол кезде сен өз оюңду тазартасың, жаман нерселерди алып, жакшы нерселерди ойлоо деген сыяктуу. И сол кезде сен состоянияң калай көтөрүлөт, позитивный. Солай саган жакшы адамдар жолуга баштайт, солай саган акчаң да көбөйөт, солай. Жалпы осы состояние көтөрүп. Келсем. Айтады го. Сизге сурак койгум келип тур. Сиздин энди нече түрлүү состоянияңыз болот, еще ер азамат, сыртта нече түрлүү напряженный ситуациялар болот, отбасыда болот деген сыяктуу да. Сондай кездерде эң биринчи кандай аракет жасайсыз? Топ 3 аракет айтып берчи. Типа осуну жасауга кеңес берем, и реально действовать деген сыяктуу. Любой ситуациядан мен жеңимпаз болуп чыгуу үчүн, любой ситуация жакшы болсун, жаман болсун, анда былай кабылдоого тырышасың да. Бул болуп аткан жагдай мени жакшы кылып, мени күчтүү кылуу үчүн берилген жагдай деп кабылдайм да. Кез келген нерсени позитив жагынан кароого тырысам. Сол кезде менин мыйымда тынчталат, жүрөгүмдө тынчталат, и особо катты андай негативке маан бермейсиң. Мисалы, жумушта да нече түрлүү жагдайлар болот, ар түрлүү адамдар менен сүйлөшөсүң, бирөөнүн мүнөзү ауыр болот,
біреудікі басқаша деген сияқты. Мгм. И сол кезде сен эгоңа кішкене тиетін сөздер айтылады мысалы, иә. Мгм. И сен ана жерде сен де эмоцияға беріліп ана жерде қырылатын болсаң біреумен, Мгм. берекең қашады да, Мгм. ешкімге плюс емес та ол жағдай. Мгм. Сол себепті де ол сол негативтің өзін плюсқа айналдыру үшін біз андай көзқараспен қарауымыз керек қой, позитивный. Мгм. Әр И жерден, әр заттан позитив табу, иә. иә, Әр ең бірінші заттан осы плюс нәрсе Мгм. айтар едім. Мысалы Мгм. қазір де ол енді андай нәрсе емес, типа мен қазір ой идеальный позитивта жүремін постоянно деген нәрсе емес. Ол практикамен келетін нәрсе. Соны ұсынуға кеңес Иә, беремін дейді. соны ұстануға өзім де соны өміріме былай енгізуге тырысамын да, күнделікті қолданып. Болады моменттер, ашуланып кетесің, бірақ артынан түсініп жатасың ше, бұл керек емес еді ғой деген сияқты. Өзіне есеп бересің. Былайша айтқанда. Иә. Жаңағы есеп беру деген де негізі жақсы әдет сияқты, иә. Есеп беріп, Иә, Абай атамыз да не айтқан ғой. болды деп. Есеп бергенде де типа біреумен салыстырып емес, өз-өзіңмен салыстырып, кешегі өзіңмен салыстырып, или болмаса бұрынғы өзіңмен салыстырып есеп берген жеңілтетін сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Иә, әрине есеп ол всегда керек нәрсе ғой. Есеп өміріңді, миыңды жалпы реттейді және өсуге көмектеседі. Мысалы, есепсіз ешқандай даму жоқ. Мысалы, қарапайым финансты алатын болсақ, қаржыны сен есептемейтін болсаң, қай жақтан кіріп, қай жақтан шығып жатқанын есептемейтін болсаң, онда сенде кассовый разрыв болады. Күннің бір күнінде сен банкротқа ұшырайсың. Сол себепті де айтады ғой, қаржы ол есепті жақсы көреді. Сондықтан тиынға дейін есептеу керек. Қайда кетіп жатыр. Енді бұл есеп дегенге ойлау. Мен ойыма бөліп жүрген жоқпын ба? Просто ана есеп дегенде сіздің қаржы бойынша күшті кеңестеріңіз бар ғой, соны сұрағым келіп кетті. Или соны бірінші жаңағы ойды бітіріп аламыз ба? Есепке байланысты мысалы, ол тек қана мысалы, енді қаржылық сауаттылықты қысқаша айта кетейік, иә. Қаржылық сауаттылық дегеніміз ол сізді жақсы есептеу емес, мысалы кіріс шығысты есептеп жақсы білесің, ақшаны көбейту деген сияқты бір қысқаша бір түсінік бар да, тек қана ақшаға қатысты деген. Жоқ, қаржылық сауаттылық деген ол ақшаны есептеумен ғана шектелмейді. Қаржылық сауаттылық ол сіздің өмірлік ұстанымдарыңыз барлығы соның ішіне кіреді. Мысалы, үнемдеу деген сияқты да, ысырап жасамау. Дінде де айтылады. Жақсы әдеттер қалыптастыру, қаржылық жақсы әдеттер. Үнемдеу жағынан мысалы, оны қалыптастыру үшін сіздің мінез керек, сол бір нәрсені қағиданы ұстану үшін сіз шыдамды болуыңыз керек деген сияқты. Өзіңіздің 5 жыл бұрынғы Бауыржанға қандай қаржылық бір 5 қағида айтатын едіңіз? Осыны істеші, пожалуйста, деп. Болашақта осыны жетеміз деген сияқты. 5 жыл бұрынғы Бауыржанға қазіргі өзімде де айтатын нәрсе, ол өзін жақсы көретін ісімен айналыс деп айтатын едім. Ол қаржылық жағынан да кіре бере ме? Әрине. Жалпы адамның өзінің сүйікті ісімен айналысқан кезде ғана ода өсуі болады. Иә, ол рас. Сен қиналып, бір жерде ақша үшін жұмыс істеген сіздің өміріңізге берекет кіреді да. Берекеңіз артып, сол жақсы көріп істегеннен кейін сол арқылы сізге шүкіршілігіңіз артады, сол жұмыс істегеннен кейін. Шүкіршілік еткен адамның ризығы да артады ғой. Формула. Екінші есеп бер деп айтатын едім өзіме. Бір күн болса, бір күн болмаса бір жұма, болмаса айына бір өзіне есеп алып отыр. Иә, мысалы менде де идеальный бола бермейді. Мысалы кейбір кезде аптасына бір есеп аласың, кейбір кезде күнделікті өзінен есеп алатын кездер болады. Кейбір кезде вообще айлап есеп алынбай кететін кездер де болады. Мысалы әркімнің өмірінде әртүрлі жағдай болады, соған байланысты. Бірақ түптің түбіне келген кезде мен қайтадан айналып осы нәрсеге келемін. Есеп деген нәрсеге. Өзіне есеп алу, анализ жасау, осы нәрсеге қайтадан қайтып келемін. Осы нәрсені өмір бойы ұстануға тырысамын. Екінші берер кеңесім ол өміріңді жалпы не істеп жүрсің, қайда бара жатсың, сен кімсің деген нәрсеге өзіне есеп беру.
Үшінші. Енді үшіншісі анықтап алдық та, біз кімсің, несің, уже бәрін білесің, қайда барасың. Енді осы сұрақтарға өзің жауабын Жақсы білген, көретін жұмысын жасайсың. жақсы көретін жұмысын жасайсың, қайда баратқанын білесің. Енді не істеу керек? Енді өзіме кеңес берерім, жақсы ортамен араласу. Ол орта жақсы табысты адамдарға қарасаң, олар Бір-бірін тартып жүре ма? олардың несі, қағидалары жаман, негативті ойлайтын адамдармен араласпайды. Олардың окружениесін қарайтын болсаң, жалпы жақсы жетістікке жеткен адамдар, оның жан жағындағы адамдар позитив, жанып тұрған, өмірге деген құштар азаматтар. И мен де қазір өзім жан жағымдағы өзімнің окружениемді сондай адамдармен толтырғым келеді. Сол үшін тұлға клубты жүргізіп. Сол үшін де біз осы тұлға клубты ашып бастаған болатынбыз. Айналамыздағы адамдарды жақсы адамдармен толтырайық деген сияқты. Көмектесейік. Бір-бірімізге қолдау көрсетейік деген сияқты. Үшіншісі осы жақсы ортамен араласу. Енді төртінші кеңесім ол именно қаржылық сауаттылықты өзіме үйрен деп кәдімгідей кеңес берер едім. Ол өзіме ғана емес, бәріне кеңес беремін ше, қаржылық сауаттылық деген нәрсе. Мен осы күнге дейін мен ойлайтынмын, мен бұрыннан логически жақсы есептеймін негізі. Мен ойымда мынандай нәрсе болды да. Рас. Енді мынандай нәрсе болды ойымда. Мен логически жақсы есептеймін. Маған не үшін оны мен дәптерге түсіріп жазуым керек, осы айда осынша таптым, шығындарды осынша кетірдім деген сияқты. Не үшін жазу керекпін? Ол бақытымды кетіріп босқа деген сияқты сондай бір понятие болды да. Бірақ кейін бәрібір де осы нәрсеге келдім. Мен өзімнің кіріспен шығысымды міндетті түрде жазып отырамын. Не үшін десе, ол анализ жасау үшін керек екен да. Үнемдеу үшін қай жерде сен эмоциональный покупка жасап қойдың, қай жерде сен дұрыс жерге жұмсап жатсың ақшаны, сол анализ жасағанда керек нәрсе екен да. Міндетті түрде сіздерге де кеңес беремін. Әрбір кіріс шығыстарыңызды жазып, айдың соңында бір өзіңізден кем дегенде сол айдың соңында өзіңізден бір есеп алып алған дұрыс екен. Андай ғой, сен басыңа сақтап жүре берсең басыңа алып кетеді да. Миың шыдамай, одан да қағазға жазып, көзбен көргеннен кейін, мен мынанша жұмсадым андай деп бір ясность пайда болатын сияқты. Мен бекер жұмсадым, одан да өзіме бір сақтап қою керек еді деген сияқты, или жинау керек еді деген сияқты. Бесіншісі андай кеңес берер едім, арманымды, мақсатымды міндетті түрде жазу, дәптерге жазу. Сіздің неңіз бар ғой, 5 мақсатыңыз орындалған. Сол туралы айтсаңыз да күшті кетеді. Жалпы бұл нәрсеге мен қашан келдім, арман мақсат жазу деген. Негізі бұған мен келіп, қайтадан кетіп қалғам деп па. Бірақ қазір қайтадан осы нәрсеге сендім деп па. Қайтадан осы нәрсеге оралдым. Өмір өзі алып келді осы нәрсеге. 2012 жылы маған апайым бір кітап сыйлады, блокнот, 11 сыныпты бітірген кезде. Соған мен ең ақырғы бетіне өзімнің арман мақсаттарымды жазып қойғам. Кейін оны қараған кезде, 5 жылдан кейін қараған кезде сол дәптерімнің барлығы орындалып тұр екен да. Сосын ой келді, мен значит жазсам, ол нәрсеге міндетті түрде сен миың автоматически түрде сол нәрсе іздей бастайды, сол нәрсеге сен келесің. Ми сен өзі алып барады да сол нәрсеге. Біреулер ойлауы мүмкін мынандай, жазып қойдым, болды, орындалады деген сияқты. Әрекет жасау керек екен, үміт күтеді деген сияқты да. Сіз мысалы жаздыңыз да, бірақ сіз әрекетті ұмыт кеткен жоқсыз, сіз керісінше жазып, арманды жазып қойғаныңызды ұмыт кеттіңіз да, бірден әрекетке кіріп кеттіңіз ғой. Жаңағы 5 жылдан кейін аналар орындалған деген сияқты әсерде болғаныңыз сол маған күшті не қалдырды да, шынымен деген сияқты. Андай болды, жазудың өзі бір дұға етудің жолы деген сияқты. Кез келген бір істі бастамас бұрын оны жазу керек та. Жазған кезде ол да бір әрекет та, әрекет болып саналады. Мысалы сіз бір жоба бастайын деп отырсыз, сіз оны міндетті түрде жазатын болсаңыз, ол уже сіз жасаған жатқан ісіңіздің 50% бітті деп ойлай берсеңіз болады.